Еліміздің анардан сәлем, баршаңызға қалайсыздар? Бүгін мен сіздерге өте жеңіл, оп-оңай 2 минутта жасалатын салаттың рецептісін көрсететін боламын. Бізге керегі болгар бұрышы, салат жапырағы, 2 қызанақ және осындай жуа керек болады. Және де араластыруға зәйтүн майы керек болады. Менің арнамда соңына дейін болып, тіркеліп, қолдап кетіңіздер. Ал ендеше салатымыз жасауды бастаймыз. Алдымен қызанағымызды өзімізге ыңғайлы етіп, осындай 4 бұрыштап тураймызды ыдысымызға саламыз. Ендігі кезекте бізде болгар бұрышы. Болгар бұрышының түсі маңызды емес, өз қалауыңызша. Бұл салат өте дәруменге толы, әрі иммунитетті күшейтетін өте пайдалы салат. Болгар бұрышын турап болғаннан кейін жуамызды аламыз, осылай 2-ге бөліп, жартылай осылай турап аламыз. Менің арнам ұнаса, маған қолдау көрсетіп, тіркелуді ұмытпаңыздар. Енді кезекте салат жапырағымызды да осылай ыңғайлы етіп, өзімізге турап аламыз. Салатымыз дайын болып қалды. Енді кезекте бізде тұз. Өзіңіздің қалауыңызша дәмдеуіштер қоссаңыз болады. Мен қоспадым, және де зәйтүн майын бетіне құйып, осылай араластырып, төбенен жоғары қарай араластырып аламыз. Ыдысымызға салып, қонақтарыңызға ұсына берсеңіздер болады, немесе өзіңіз кешкі астың алдында жеп алсаңыздар да болады. Өте дәмді, пайдалы, әрі дәруменге толы, иммунитетті нығайтатын салат. Менің арнама тіркелуді ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге болған мен, Анар Елемес қызы. Жақсы күнде кездескенше қош, сау болыңыздар.